сосын қарлар еріп мұз болып жатыр еді. Мен қазір далаға қарап едім, құп-құрғақ болып тұр. Ал су қайда? Дұрыс айтасың, Меругүл. Бұл судың үш күйі. Ең бірінші қатты күйі, мұз күйіндегі, екінші сұйық күйі. Міне біздің жаңағы ішіп пайдаланып жүрген, жаңағы қардың, мұздың еріген далада әр жерде көшіп болып жатқан. Ол екінші күйі, үшінші күйі, бұл бу күйі. Күннің жылуымен су буға айналып аспанға ұшып кетті. Немесе үйдегі шайнек, қазандағы сулар қайнайды ғой, соның бетіндегі бұл газ күйі деп аталады. Көрдің бе, сондай судың үш күйі бар екен. Сонымен бірге біз бүгін судың қасиеттеріне зертханалық жұмыс жасап көрейік. Ең бірінші, судың түсі бар ма? Су түссіз, және бұл судың иісі бар ма? Иісі көрші? Иісі бар ма? Иісі жоқ. Сонымен бірге бұл судың дәмі жоқ. Дұрыс айтасың, дәмі жоқ. Өте дұрыс айтасың. Енді су дәмін көрейік. Дәмі өзгере ме екен судың? Қазір сап көрейік. Судың несі өзгеріп жатыр? Түсі қандай түске боялды? Сары Түске боялды. Қоңырға өзгеріп жатыр, түсі. Иіскеп көрші? иісі шығып тұр. Қандай иіс шықты? Тәтті иіс, Иә. Маша, не иіс шықты? Бұл да кофе. Енді бұл, яғни судың иісін қандай бір зат қосып өзгертуге болады екен. Бірақ өзінің иісі болмайды екен. Түсі де болмайды. Ал түсіне жасап көрейік. Міне мысалы тиын салсақ, суда көріне ма? Көріп тұрсың ба тиынды? Көріп тұр ма? Көріп тұр, түрінде. Немесе асық салып жіберейік. Көреміз деген зат көріне ма? Көрініп тұр. Ал мынау сүт. Сүттің түсі бар ма? Бар. Қандай түс? Ақ. Ақ, көріне ма салған тиынымыз? Көріне ма? Өйткені су мөлдір болады, ал сүт мөлдірсіз болады. Сүттің түсі бар, ол ақ түсті, сондықтан ол көрінбейді. Ал судың түсі жоқ, түссіз, ол мөлдір су. Дұрыс айтасың. Және сонымен бірге судың еріткіш қасиеті бар. Бізде тәжірибе жасау үшін бізде тұз, топырақ және қант бар. Біз осыны суда ертіп көрейік. Тұзды салып көрейікші. Ал араластырып көр. Апай, қараңыз, тұз еріп жатыр. Онда тұз суда ериді екен. Өте жақсы. Келесі. Онда қантты көрейікші, апай. Қанты суда ериді екен. Жоқ болып кетті ғой ішінде. Жақсы. Ал топырақты көреміз. Нақты топырақ ерімеген. Өйткені кейбір заттар суда ериді, кейбір заттар ермейді. Мысалы, тұз бен қант суда ериді, топырақ ермейді екен.